Шарлар тізбесін дайындау үшін 30 қызыл шар, 18 көк шар және 12 сары шар сатып алынды. Шаруар тізбелеріндегі бір түсті шаруар санын бірдей етіп неше тізбе дайындауға болады? Әрбір тізбеде неше қызыл шар, неше көк шар, неше сары шар бар? Кестені толтырыңдар дейді. Бізде қызыл шар 30, көк шар 18, сары шар 12. Енді осы сандардың бөлгіштерін табамыз. Яғни бізде 31-ге бөлінеді, 32-ге бөлінеді, 33-ге бөлінеді, 35 6-ға бөлінеді, 10-ға бөлінеді, 15-ге бөлінеді, 30-ның өзіне бөлінеді. Сол сияқты 18-де 1-ге, 2-ге, 3-ге, 6-ға, 9-ға және 18 деген сандарға бөлінеді. Сары деген сан 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді, 4-ге бөлінеді, 6-ға бөлінеді және 12-ның өзіне бөлінеді. Яғни осы сандардың ішінен ортақ сан, яғни бір барлық санға бөлінеді, бірді алмаймыз. Барлығында 2 бар, барлығында 3 бар және барлығында 6 деген сандар бар. Осы сандардың да жазып шығамын. 2 бар, 3 бар және 6 бар. Екі шарлардан қоятын болсақ, яғни шарлар тізбесін бір түсті шарлар санын бірдей етіп неше тізбе дайындауға болады? Егер 2 шарымыз болса, бізде бар жоқ қызыл шарымыз 30 шар еді, соны 2-ге бөлсем әрине 15 болады. 15-ті жазам. 30-ымды 3-ге бөлсем 10 болады. Қызылға жазып жатырмын, бұның бәрі қызыл. 30-ды бөлемін 6-ға 5 болады. 5. Келесі көк шар. Бізде көк шардың саны 18. 18-ге 2-ні бөлем 9. 18-ге мен 3-ті бөлем 6. 18-ге 6-ны бөлсем 3. Ең соңғы сары шарым 12-ні 2-ге бөлсем 6. Мұнда 12-ні 3-ге бөлсем 4. 12-ні бөлемін 6-ға тең 2. Мына жер 4, мына жер 2 деп кестені толтырамыз. Яғни бізде мынау 1 сағат 30 минутты минутқа айналдырып аламыз. Яғни өлшем бірлігін туралы аламыз. 90 минут деген сөз. Енді 1 сағат дегенді минутқа айналдырсақ 60 минут болады. Бізде 90 деген санның еселігін жазамыз. 90-ның еселігі бізде 90-ның өзі 92-ге көбейтсем 180, 93-ге 270, тағысын 9-ға кете береді. 60-тың еселігін табам. 60-тың өзі 62-ге 120, 63-ге 180. Міне бізде 180 деген ортақ сан шықты. 90 деген бізде автобус. Троллейбустың бізде уақыты. Енді осы екеуіне 180 ортақ. 180-ді 90-ға бөлсек 2 сағат қалады. Осы 2 сағат дегенді екіншіні 60-ға көбейтіп көрем. 60-ға 2-ні көбейтсем 120 болып тұр. Яғни 120 екеуіне ортақ келмейді еш нәрсеге. Сол себептіден 180-ді екеуіне ортақ 180 дедік қой, 180-ді 3-ге бөлсем 3 сағат. Жауабы 3 сағат сайын кездесіп тұрады екен. Данияр қағаздан ұзындығы 21 сантиметр, ені 15 сантиметр тік төртбұрыш қиып алып, оны қалдырмай бірдей квадраттарға бөлді. Яғни бізде ұзындығы қандай да бір төртбұрыштың ұзындығы 21-де ұзындығы дейікші, А дейік, ұзындығын 21, бұны 15 деп алайық.
21-дің бөлгіштерін табамыз. 21-дің бөлгіші 21 бізде 1-ге бөлінеді, 21 3-ге бөлінеді, 21 7-ге, 21-ге бөлінеді. Сол сияқты 15-дің бөлгіштері 15 1-ге, 3-ге, 5-ге және 15-ге бөлінеді. Сонда екеуіне ортақ 3 болып тұр екен. Мына 21-ді 3-ге бөлсем бізде 7, 15-ді 3-ге бөлсем бізде 5. 3-ге бөлсем бізде 5. Мынандай шығады ғой мына. 7 бірлік салайын еға. Сонда мен мына жер 7 бірлік, мына жер 5 бірлік болып тұр. Мынаның әрқайсысы 3 бірліктен деп есептейміз. 3 деп сол сияқты. Енді бізге дәл осындай жаңағыдай кубиктерден 7-ге 5-ті көбейтсек ортақ 35 квадрат бар екен. Яғни расымен санап шығайық. Мына әр бөлікті 3 деп алсақ, мына жақта 7, 7 жердегі 5, мына жақта 5-ті көбейте саласың, иә? 35 болады. Жауабы 35 квадрат бар. Квадратқа бөлінді. Әр квадраттың қабырғасы, әр квадраттың, мына жер жазайын, әр квадраттың қабырғасы 3 сантиметрден. 3 сантиметр.